Тұрыңызшы, Расулбек, айтып алыңызшы, микрофонды алыңыз. Сіздің әңгімеңіз бітпей жүр ғой маған. Не болды? Қатысушы ретінде пікір айтқыңыз келмей ме? Өзіңіз біліңіз. Кеше сіз ерегесіп отырдыңыз, мен сізге шыға беріңіз дедім. Жоқ, Балауса ханым, бір рет қайталанса мақұл, бірақ күнде әр нәрсе қайталанады. Мен сөйлеген кезде басқа біреуге бір пікір беріп жібересіз, және бұл сәтте де жаңа мен сөзімді бітірген жоқпын, бірақ үміткерге қарата үміткер сөйлеп жатыр да, менің аузым жауып жатыр. Сол неге? Мен сіздің аузыңызды жауып отырған жоқпын. Үміткер сұрап отыр. Мен басынан бастап түсіндірейінші деп сізге 3 рет айтты. Мен айтайын ба? Жоқ, Расулбек сұрағын қойсын деп айтайын ба бірінші? Жоқ, енді мен әлі бітірген жоқпын ғой. Егер мен қазір біреу сөйлеп жатса, мен келетін болсам, мен тоқтатасыз, мен де сыйлайын, бірақ неге менің тарапыма қарай ондай? Қандай не? Жоқ, неге менің не болып жатыр? Әр эфирда мен аузымды жабуға тырысасыз, мен сөйлеген кезде мен тоқтатып қоюға тырысасыз. Сіздің аузыңызды бір ренішіңіз бар ма маған деген? Расул, жоқ, айтып кетсе болады. менің басқа жұмыс істейтін шаруам жоқ па? Сізге ренжуден басқа? Түсінбеймін мен сізді.